тіршілік өлі нәрседен тіріге өткенін қалай түсіндірер едіңіз жалпы? Қалай түсіндіргенде оны менен сұрамайсың ғой, ол әлі зерттеліп жатқан дүние ғой. Иә, сол енді көпшілік ғалымдар абиогенез дейді ғой. Иә. Яғни өлі нәрседен тірі нәрсе, мысалы жасуша тірі нәрсенің пайда болуы дейді. Бұл әлі өте әлсіз гипотеза болып тұр ғой сол. Неге? Себебі мысалы былай ғой, мына жасушаның пайда болуы үшін РНК керек, иә? РНК-ның өзін әлі де нақты алған жоқ қой, жасап. Алған жоқ, бірақ дальше түсесің. РНК пайда болу үшін не керек? Иә, амин қышқылдарын алды бірақ. Амин қышқылдары табиғатта өздігінен ұзақ тізбектер жасай ала ма екен? Амин қышқылдары табиғатта, иә, негізі жер қолайлы болған пайда болуына. Дегенмен мәселе жер ғана емес. Сен бізге келген метеориттерден амин қышқылдарының тізбектері табылғаны туралы естідің бе? Жоқ, естіген бойынша жалпына жердің атмосферасы қолайлы болды дейді ғой жалпы. Жоқ, қолайлы болғанда бұл амин қышқылдары ғарышта да түзіле алады жаңағыдай. Енді РНК түзетіндей ұзақ нәрсе әлі ондай ашылған жоқ. Бірақ өздігінен, мысалы, бізден тыс жердің бетінде де, жерден тыс аумақта да РНК, амин қышқылдарының ұзақ тізбектері түзіле алатыны ол белгілі да қазір. Енді бірақ ол ары қарай қалай болғанын қиын да, өйткені ойла, сен артқа бәленбай миллиард жыл бұрын болған сол кездегі процестерді сен қалай не қыласың, айналдырасың, қалай табасың оны. Енді оның зерттеулері осыдан 100 жыл бұрын, даже одан кейін ғой, енді 80-90 жыл бұрын басалса, ол енді қадам басып келеткен дүние да. Сосын ол жерде кесіп ештеңе айтуға болмайды, бірақ ақырында прогресс бар ғой. Басында өте қысқа тізбектер еді, содан кейін ұзақ тізбектер алынып жатыр. Мүмкін бір күні РНК алады, бірақ ол РНК-ны алғанның өзінде де ол устойчивый болу үшін қандай орта керек, қалай, оның бәрін білмейді әлі. Иә, жалпы ойландырмай ма сізді, мысалы, жасушаның құрылысының күрделілігі? Жасуша қазір күрделі. Ол баяғыда, бірақ ол постоянно солай күрделі болды деген сөз емес қой? Иә, білем. Дегенмен белок РНК, иә, жасушаны құраушы, ол белок өз-өзінен пайда бола алмайды ғой енді. Өте қиын ғой ықтималдығы. Конечно, сен целый белокты алып, сол күйінде сразу жаса десең, жасай алмайсың оны. Енді сол біреу жасап шықты десе, жасады десе, ақылға қонымдырақ болады ғой, сол емес пе? Біреу жасады десе ма? Иә. Сен оны қара, табиғатта болып жатқан процестердің әсерінен сондай дүниелер, қарапайым нәрседен күрделілердің шығатынын сен былай да былай көріп тұрсаң, саған оған біреуді араластырып не керегі бар? Жоқ, белок шыға алмай тұр ғой сол өз-өзінен. Амин қышқыл түзілер жақсы өз-өзінен. Мүмкін оған. Енді белок ол дейтін қанша триллион жыл ғасыр болса да құралмайтын нәрсе еді. Қайдан шығардың оны? Сол мен айтып. Жоқ, жалпы қарадым өз-өзінен құралу ықтималдығын, белоктың, РНК-ның, амин қышқылының пайда болуы. Ықтималдық деген жерде, қара, осы ықтималдық деген жерде сендер қалай есептеп жатсыңдар, сол ықтималдықты мен түсінбедім. Сендер айтатын мысалдағы сияқты емес, ол Фред Хойлдың мусордан самолет өтіп кетсе, мусордан торнадо өтіп кетсе, самолет пайда болады деген мысалмен ойланып жүрсіңдер ғой. Сендер ықтималдықты сонымен есептеп жүрсіңдер ма? Сондай мысалмен? Иә, жасушаның олай есептелмейді ол. Қара, жаңағы мусордан самолет торнадо өтіп кеткен кезде ол рандом, ол бытыраңқы, абсолютный рандом. Ол жерде выборка жоқ, іріктеу жоқ. Ал егер торнадо бір өтіп кеткен кезде екі бөлшек бірігіп, тағы бір өткен кезде үшіншісі бірігіп, немесе каждый, мысалы, бір бөлшек пен бір бөлшек қосылған кезде жарамды бөлшек болса сақталып, жарамсыз болса алынып тасталып отыратын болса, ол ықтималдығын деген кәдімгі геометриялық прогрессиямен түседі төмен қарай. Не деген? Естественный отбор, эволюция деген ол абсолютно рандом нәрсе емес қой, ол рандомный мутациялардың не рандомный іріктелуі. Яғни сенің денеңде бір өзгеріс болады, случайно деп алайық. Бірақ ол өзгерістің сақталып қалуы немесе жойылып кету ықтималдығы бар. Ол нейтральный, яғни саған зиян бермейтін, немесе саған пайдалы болса, ол мутация, ол сақталады. Ал
сені өлтіріп тастайтын болса, ол жойылып кетеді. Яғни керек емесі түсіп қалды. Ары қарай уже іріктеп алған сайын ықтималдық жоғарылай бермей ма? Ол шашылып жатқан дүниеде бүйтіп бәрін араластырып жинап алды емес қой. Кәдімгі пайдалы немесе нейтральный нелер сақталады, зиянды болса жоғалып кетеді. Қайтадан сортировка, пайдалысы жиналады, нейтральный сақталады, зиянсыз кетіп қалады. Ол сондай отбор деген, естественно, отбор деген неде ғана емес, химический элементтерде де жүретін нәрсе да ол. Значит, биологияға келген кезде ол вообще ықтималдығын түсіріп тастайды, жоғарылатады. Мысалы, әлемнің кеңеюі дейді ғой, ғарыштың кеңеюі. Сондағы дікті айтам, 70 км в секунду мегапарсек дейді ғой, шамамен сондай бір ерекше дәлдік. Егер ол төмен түсіп кететін болса, сжатие болады да. Егер ол қатты жоғарылап кетсе, галактикалар өз-өзінен түзіле алмай қалады, сондай бір. Яғни бір ерекше дәлдік беріп отырған кім енді? Сондай бір дәлдікпен файн-тюнинг деген нәрсе. Осы ерекше дәлдік немесе тонкая настройканы қолданатын адамдарға мен мынандай нәрсе айтқым келеді. Ерекше дәлдікке Құдай мұқтаж ба? Жоқ, мұқтаж емес. Онда оған ерекше дәлдік не үшін керек? Мына әлемді жасауда сонда Құдай жаңағы сенің гравитациялық немесе басқа да тұрақтылықтарыңды, нелерін, значениелерін өзгертіп жүрсе, Құдай мына әлемді жасай алмай қала ма? Жоқ, жасай алады ғой, бәрібір. Дегенмен не болып тұр ғой енді? Егер дәлдік болмай қалса, не болады да, хаос болып кетеді. Дұрыс айтып отырсың. Демек, хаос болып кетеді. Демек, Құдайың мына әлемді сол дәлдіксіз жасай алмайды. Жоқ, олай емес қой. Қалай ол? Мына әлем белгілі бір заңдылыққа бағынып тұр ғой енді. Сол заңдылықтарды настройка етпесе, мына әлем болмайды. Демек, сенің Құдайың осы настройкаға мұқтаж. Жоқ, олай емес. Қараңызшы, енді қараңызшы, ғалымдар білмейтін нәрселер бар. Мен мынандай мысал айтам, қара. Телевидениеда баяғыда мынандай бұрайтын телевизорлар, радиолар бар ғой, қазір машиналарда да болады ғой, ескі машиналарда. Радиошы. Сен сол жерде қазақ радиосын ұстау үшін сен 101-ші линияға мұқтажсың да. Ал сен егер шексіз құдіретті болсаң, сен айтпайтын едің да, 101-ші радио Құдайдың жаңағы жасап қойған несі, волнасы деп айтпайтын едің. Сен 108-ге қойып, ненді ашық қазақ радиосын тыңдап отыра беретін едің да, егер сен шексіз құдіретті болсаң. 98-ге қойып та тыңдап отыра беретін едің. Ал сен аласың да, именно 101-ге қоймасаң, тыңдай алмайсың. Сосын жаңағылар айтады, бізді именно 101-ші линияға қойып қойған Құдай. Себебі басқа сәл бұрасаң, басқа линияға ауысып кетеді дейді. Сол сияқты ғой, мен тонкий настройка деген ол сендердің Құдайларыңды шектеуді. Әйтпесе тонкий настройканы айтпауларың керек. Просто айтқым келген, ғалымдар білмейтін нәрсе көп. Тартылыс күші, қалай заңдылықтар ерекше шығып жатыр, ол қалай пайда болды, не себептен дегендей. Сол заңдылықтарға бағынамыз да. Енді мынандай жақсы, мен саған бір вариантын айттым, файн-тюнингтің, екінші вариантын айтам. Файн-тюнинг бойынша мынандай, жаңағы тонкий настройка бойынша, егер бағанағы, сендер айтасыңдар ғой, сәл өзгеріп кетсе, гравитациялық тұрақтылар, атомдар не қылмай қалатын еді, электрондар бір-біріне тартылмай қалатын еді, әлем болмай қалатын еді деп айтады. Жарайды, ол сәл өзгерген кезде. Ал егер кардинально өзгеріп кеткен кезде не болатынын кім біледі? Меніңше ешкім білмейді, оны ешкім айта алмайды. Жарайды, сен гравитациялық тұрақты бір 10 значениеға ауысқан кезде мүмкін бір нәрсе өзгереді деп айтатын шығар кейбір ғалымдар. Бірақ 10 емес, миллион значениеға ауысып кетсе, ғалам қандай сипатта болар еді? Тіршілік болар еді, болмас па еді? Бұны ешкім айта алмайды меніңше. Себебі сәл өзгерген не болғанмен, бірақ басқаша болып кетсе, мүмкін басқа тіршілік шығып кетер ме еді? Мүмкін бұдан да идеальный әлем шығар ме еді? Оны ешкім білмейді. Сол секілді сіздер мысалы нені айтасыздар ғой, айдың 2-ге бөлінуі мүмкін емес дегендей. Ол болуы мүмкін ғой. Мысалы, жердің 2-ге бөлінуі десе, онда абсурдный болар еді да, себебі күл-талқан шығып кетеді да, ол біріксе бөлініп, ал ай десе, ол бір жерде катастрофаны орнатпайды ғой, айдың бөлінуі қайта бірігуі. Мынандай ол жерде мынандай тонкий момент бар. Дұрыс айтасың, егер ай ортасынан бөлініп
бірақ екіге ажырап кетпесе, ортасынан ажырап кетпей, просто ортасында разлом болып қақ ортасынан кесіп сап, бірақ бір-біріне жабысып тұрса ол бөліктері, онда ештеңе болмауы мүмкін. Бірақ екі бөлігін екі жаққа ажыратып алыстатып жіберетін болса, вот сол кезде проблемалар болады да жерде. Сосын мынандай, неге мүмкін емес деп айтамыз? Себебі бұл өткен уақытта болған дүние. Яғни бізге белгілі қазіргі заңдылықтар сол кезде де болған деп есептейміз, иә? Себебі ол кездегі әртүрлі қауымдардың жазған жазбалары, деректері бар бізге жеткен. Егер болашақта десең, мен онда айтатын едім, мүмкін деп айтар едім де, болашақта десең. Бірақ бұл өткен шақта болған, және өткен шақта сол кездегі жазбалар бар. Әртүрлі қоғамдарда астрономдар, ғалымдар болды. Мынау ғана тұрған не? 7-ші ғасыр деген. Енді сол тұрғыдан алғанда мүмкін емес деп айтамыз. Себебі ол жарылған жағдайда әлемнің басқа да аймақтарында жаңағы соны байқаған, көрген адамдар болу керек еді. Физикалық басқа да әсерлері байқалу керек еді деген сияқты. Менде таңғалдыратын нәрсе, мысалы, адамда нені айтуларыңыз мүмкін ғой, қаз, кірпік дегендер бір атеисттер айтуы мүмкін. Енді атеист демеймін, жалпы ғалымдар эволюция нәтижесінен дегендей. Бірақ қан, мысалы айтқанда, ондағы тромбоцит, лейкоциттердің жұмысы дейтін бір ерекше ғой. Мысалы айтқанда, егер тромбоцит болмаса, қан шыға береді де, адам өліп кетуі мүмкін. Ал тромбоцит ананы ұйытып тастайды, қан шыға бермес үшін. Сосын адамның аман қалуына себепті лейкоцит ауру кірмеу үшін күреседі. Сосын зиянды нәрсені жойып, адам емделеді, былайша айтқанда. Құдды бір соның бәрін біреу жасап қойғандай идеально. Енді қара. На самом деле бұл нәрсенің сен алдынан артқа қарай қарап жатсың да, наоборот арт жаққа барып алдыға қарай қарау керек. Өйткені мынандай нәрсе ғой, бұрын жаңағындай қан бар ғой, сондай қаны тоқтамайтын не болды. Екі бала болды, мысалы, біреуінде мутациямен сол не пайда болды, қанды тоқтататын, екіншісінде ондай қасиет жоқ, біреу өліп қалды, екіншісі тірі қалды, ол дальше кетті деген сияқты. Мүмкін ол адам емес, мүмкін оның алдында болған. Бұндай нәрселерді артқа қарай қараған кезде сол кезде түсінікті болады да, бұл қашан пайда болды. Оны тіпті меніңше дәрігерлер, генетиктер, мүмкін биологтар оны біледі, тіпті бұл қасиеттің қай кезеңде пайда болған. Сол сияқты мысалы біз С витаминін неден бөліп ала алмаймыз. Біз С витаминін ала алмаймыз нелерден. Жеген астарымыздан С витаминін ала алмаймыз. Бұрын оны ала алатын қасиет бұрын болған. Оның бұрын болғандығын қазір генетиктер неғып отыр да, себебі бізде генде сол бар, бірақ поломанный. Істемейді бізде ол. Ол, значит, бұрын оның істегендігін білдіреді деген сияқты ғой. Сосын бізде қазір жаңағы қанды тоқтайды деп тұрсың ғой, кей адамдар бар, мутациясы, жаңағыдай аурулар бар сондай. Бір жерін тілі баса бітті, қан тоқтамайды. Бірақ басым көпшілікте енді сондай жұмыс жасайды да, тромбоцит, лейкоциттер. Жақсы, сосын жгутик туралы не айтасыз? Бактериялық жгутиктер. Ол жгутик деген өте үлкен тема и күрделі тема. Оның, бактериальный жгутиктің қазіргі қызмет істеп тұрған бөлшектері бұрын басқа қызмет атқарғандығын дәлелдеген зерттеулер бар. Егер керек десем, мен оны іздеп тауып бере аламын. Бірақ дәл қазір мен оны түсіндіре алмаймын. Бірақ ол жерде айтылады, жаңағыдай полностью замена болмаса да, бұрын сол бактериальный жгутиктің бөлшектері басқа қызмет атқарған. Қазіргі нелері басқа қызмет атқарған, и солай ауысу болған. Ол, эволюционный путь ол жерде бар, бірақ оны қарау керек, нелері бар, статьялары бар сол бойынша. Үлкен сот болған не ғой? Аргумент. Көбею үшін де жгутик керек қой. Себебі қозғалады ғой нелер, бөлшектер. Дұрыс, ол үлкен тема, и оған қатысты зерттеулерде бар. Кішкене оған биологиялық білім керек. Менде ондай білім жоқ, бірақ қарауға болады. И лекцияларды да көргем сол туралы. Кішкене іздеу керек. Жалпы сол мен таңғалдым соған, бактериялық жгутик деген. Ол бактериялық жгутик деген жаңа intelligent design, яғни разумный дизайн, санамен дизайн жасалған осы әлем деген, осы позицияны қолдаған адамдар Америкада осыны білім жүйесіне енгізу керек деп соттасқан 20-шы ғасырда, бірақ сотта жеңіліп қалған. Жақсы, сосын не мәселе да, бұл ғылыми мәселелер ғой, мысалы ойландырған мені. Сосын діни мәселелер туралы айтсам, Мысалы діндер көп дейді ғой, маған да айтады,
4000-ға жуық дін бар, мысалы оның қайсысы дұрыс екенін қайдан білесің дейді. Сол адамдарға айтамын, мен діндерді неге қарап көрмейсіздер деймін, сөйтіп айтасыздар. Енді 4000-ның бәрін қарап отырмайтын шығар, түсінемін, бірақ основной діндерді қараса, просто мен қарап едім, бірақ жазбаларында бір құдай туралы айтылған. Мысалы индуизм бар ғой, индуизмда политеизм дейді, көп құдай деп, бірақ олардың кітаптары Веда, Упанишат деген кітаптар бар, основной сүйенетін кітаптары, бірақ онда айтылған құдай, оның ата-анасы жоқ, яғни отбасы жоқ, құдай біреу, оның екіншісі жоқ дейді. Сосын не дейді тағы, яғни жалғыз құдай, бастауы соңы жоқ деген сондай сипаттар бар да. Вот. Сосын тағы басқа да діндерде де сондай, соң бәрі ойландырады да. Мысалы Египет бар ғой, Египетте да көп құдайшылық деп ойлауы мүмкін адамдар. Жақында зерттеу болған, сол Египетке сосын өлілер кітабы дейтін жазба тапқан екен. Өлілер кітабында ана бір құдай болған айтылады, Неверджер деп қарап көрсеңіздер болады, бірақ интернетте ондай ақпарат аз. Алло, естіп жатсыздар ма? Иә. Сол Неверджер дейтін андай бейнесі жоқ бір құдірет иесі дейді. Яғни бастауы соңы жоқ, ол сондай бір құдіретті жасырын деген мағынаны білдіреді екен. Сол Неверджердан рухтар секілді тарады дейді. И сол тарағандарын ана қол сияқты бейнемен көрсетіп қояды екен. Сол қолдардың әрбіреуіне ат берген болып тұр ғой. Анубис, Осирис, Ра деген ба сондай аттар. И соларды құдай деп атап кеткен екен. Соны анықтағанда Египетте. Сосын Оны қарау керек. Ойландырады діндерде. Сосын тағы не бар мысалы? Иудаизм. Жалпы сол. Оны қарау керек. Жаңа діндерде, жаңа сен айтып отқан дүниелерді, жалпы верховный құдайлар ма, ол жерде кім біледі. Енді айтып отырмын ғой, деноминация түрлері көп, діндердің де түрлері көп, құдайлардың да түрлері көп. Бәрінде тіпті құдай болмаған жердің өзінде бір тылсым күш деген нәрсенің бәрі бар. Просто бұл дүниелер адамзат мынандай ғой, біз ойлаймыз, осы дүние артқа қарай қайтатын болсақ, 1 миллион жыл бұрынғы діндер сияқты көрінеді. Жоқ, олай емес. Қазіргі біздер айтып жүрген дін, қоғам, қауым, құрылыс барлығының тарихы бір 15-ақ мың жыл. 15-ақ мың жыл шамамен біз алып отқан дүниелер, яғни адамзаттың мәдени құрылыстары, осы діни обрядтары, бұның бәрі 15-20 мың жылдық нәрселер да, ол кешеге пайда болған. Ал оның алдында осы тылсымға, жаңағыдай бір нәрсемен байланыстыруға алып үлкен эволюциялық жолдан өткенді оның алдында. Сол үшін оның түп тамырлары бір-біріне ұқсауы ол таңғаларлық дүние емес, себебі ол жерде көп жаңағыдай қоғам болып өмір сүрген соң, қауым болып өмір сүрген соң, тылсым іздеген соң, мысалы сенің басың жеткен нәрсеге екеуміз бір заманда өмір сүрсек, сенің басың жеткен нәрсеге менің де басым жетеді. Егер сен бір особенный нәрсе алып кетпесең, екеуміз де табиғатқа қарап, екеуміз де сондай бір принциптермен қоғамдық немен жүрсек, сенің басың жеткенге менің де басым жетеді. Сол үшін ондай нәрсеге бір қатты таңғалудың қажеті жоқ. Сосын айта кететін не еді, осы индуизм бар ғой, негізі жазбаларында, буддизмда, енді буддизм дін ретінде қарастырмасақ та, онда соңғы не туралы айтылады, аватар дейді олар. Сондай бір құтқарушы дей ма. Мысалы индуизмде айтылады, калки дейді, сипаттары мысалы қызық, ерекше шөл даладан шығатын бір адам дейді, сондай бір. Оның әкесінің есімі Вишнудың несі дейді. Вишну дегенде олар құдай дейді ғой, құдайдың құлы дейді әкесінің аты. Жазбалардан қарап көрсеңіз болады, нақтырақ осы индуизмде. Сосын буддизмда да айтады. Будда дейтін, Гаутама дейтін кісі ғой, Будда дейтін андай атау берілген. Сол Гаутама Ананда деген кісімен сөйлескен кезде айтады, соңғы аватар ма келетін, Майтрея деп айтады. Майтрея жер бетіне келеді, ол рахым үшін жіберіледі дейді, ол рахым сипаты сондай. И мысалы именно біздің пайғамбарымыз, мысалы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, именно Құранда да жетеді, рахым үшін жіберілді дейді. Сондай бір сәйкестіктер. Христианствода да діндерді алып қарай берсе де, мысалы Иисус айтады, и придет он дух истины и наставит вас на всякую истину дейді. Яғни өзінің айтқан, өзінен айтпайды, ол нені естиді Құдайдан, соны айтады дейді да. И христианствода да сондай жазбалар бар, бірақ христианиндар оны мойындамай тұр.
бірақ оларда соңғы не дейтін түсінік жоқ. Мысалы христианствода да соңғы пайғамбар дейтін қателеспесем. Неге жоқ? Ол жерде айтады жаңағындай біз менен кейін келетіндер алаяқтар, өтірікшілер деп айтады ғой Библияда. Иә, нелер антихрист па, соны байланысты ма? Иә, менен кейін келетіндер өтірікші дейді. Жақсы, Сұлтан, рахмет.